той құтты болсын баршаңызға. Енді арнайы Ай апамыздың жиған тергені бар. Бүгінгі қуанышқа деп, бүгінгі тойға деп, енді сол келесі әдемі сыйлықты, тамаша сыйлықты бүгінгі тойға Ая анамыздың қуанышына деп ортақтасып келіп жатқан ең соңғы келген қонаққа берген кеп тұр ардақтағандар сыйлықты. Құдай қаласа, ең соңынан келген қонақ бар ма арамызда? Ең соңынан келген қонақ болса, мен сол кісіге бір сыйлық берейін ардақтағандар. Ая тәтеміздің қуанышына ең соңынан келген қонаққа бір сыйлық берген кеп тұр. Ең соңынан келген қонақ бар ма? Кім бар ең соңынан келген қонақ? Ең соңынан келген қонақ болса, сол кісіге бір сыйлық берейік. Кірмей қойда ол кісі. Ең соңынан келген сыйлыққа, ең соңынан келген қонаққа сыйлық бере. Кім бар? Кім бар арамызда? Ең соңынан келген сыйлық. Ең соңынан келген қонақ. Аға келіңіз, кел. Рахмет, ке. Ең соңынан келіп жатқан қонақ ағамыз бен анамыз сияқты бір қол соқ қошемет ұрып қойсаңыздар болады. Ассаламалейкум аға. Анашым, ассаламалейкум. Кім боламыз Ай апайға? Ау. Той иелеріне кім боламыз? Бажам болады. Бажаңыз болады. Кім бажаңыз? Жаңабай. Жаңабай ағам қайнапаңыз ба, балдызыңыз ба? Қайнапам болады. Қайнапаңыз есімі? Айзада. Айзада. Қошемет тұрайықшы ардақтағандары. Бажаңыздың тойы, Аллахтың қалауымен бажаңыздың тойына келіп жатсыз. Олай болса, былай жасайық. Ана экранға назарды аударыңызшы. Көгілдір экранға назарды аударайық. Көгілдір экранға назарды аударайық. Ең соңынан келген қонаққа әдемі сыйлық бар. Бұл Аяның той емес, Молдабек ағамыздың 60 жас мерейтой ағайын. Ай, тамаша. Ал, енді баршамыз құттықтаған болсақ, ортаны босатайық ардақтағандар. Ортаны босатыңыздар. Жақсылап құттықтаған болсаңыздар. Әкемізді құлатып алуға сәл қалдық қой, құрсын. Молодец, міне. Алла разы болсын. Әкемізді сыйлап келген кісілер болса, бір қол соғып жіберсеңіздер болады, қошемет ұрып жіберсеңіздер болады. Баршамыз жайғасып алыңыздар. Ортаны босатайық. Назарымызды Молдабек ағама бұрайық. Келіңіз, Молдабек аға. Жаным, мына жақтамын. Аға, келіңіз. Былай жасақшы, мен енді осы жерге
Молдабек ағамның 4 ұл 4 қызы бар, білесіздер, иә? Сол кісілердің жасап жатқан дүниесі ғой. Рұқсат болса мен сол 4 келінді, 4 ұлды ортаға шақырайын, келіңіздер. 4 келін, 4 ұл, келіңіздер. Сынақтары батты небір махаббаттан қатты көңілі қалады. Өмір тоқым кестелетіп Рахмет. Так, 2 ұл сыртта деді ғой. Жұмыста ма? Міне, мына балдарына бір қол соғып жіберейікші, келіндеріне, ардақты ағайындар. Алла разы болсын, міне. Қалай? Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті, жақсы. Міне, осы дүниені жасап жатқан осы ұл қыздарыңыз. Рахмет, балдарым. Алла разы болсын. Міне, көрдіңіздер ме? Ата-ана риза, Алла риза. Ата-анаңа не жасасаң, балдарыңнан соны көресің дейді атам қазақ. Алла нәсіп етсе, аталарыңды, әкелеріңді осылай құрметтеп, осындай той жасап жатқан Құдай қалап, Алла нәсіп етсе, ұл қыздарыңнан бұдан да күшті жақсылықты көруді нәсіп етсін деп бір қол соқ қошемет ұрып қойсаңыздар. Алла разы болсын ұл қыздарына. Енді былай жасайық. Бүгін өзі бір құпия той болып жатыр. Кейбаңыз аға. Енді жалпы білген жоқсыздар ғой, бұл тойдың болатынын. Или сіз білдіңіз ба, тәте? Сіз примерно білдіңіз. В общем, өсекпен жақсымын десеңізші, өсекте жақсыға бар. Аға, киіп алыңыз жасыл жапанды. Жапанды киіп алыңыз. Бір қол соғып жіберейік, қошемет ұрып жіберейік. Бүгін құпия. Біздің құпиямыз біткен жоқ. Біздің құпиямыз көп әлі. Ұл қыздарына жасап қойған әлі талай құпиясы бар. Ағам киіп алсын шапанды. 60-қа толған кісі осы кісі. Мен енді мына 2 кісіні шақырайыншы. 2 мишка. Келіңіздерші. 2 мишка. Ой, жандарым сол. Мынау келмей қалған 2 ұлыңыздың атынан сыйлық сізге. Бұның өзі бір 60 000 теңге тұрады, аға. Сіз ойламаңыз, ол мына мишка деген әшейін нәрсе екен деп ше. Бір қол соқ қошемет ұрып жіберейік. Жай ғана қалжыңдап жатыр. Бұл кісілерде бүгінгі тойға тосын сый. Кім бар деп ойлайсыз ішінде? Қайдам? Примерно кім бар деп ойлайсыз? Кім болу мүмкін? Бажалардың біреуі шығар. Бажаларыңыздың біреуі болуы мүмкін. Тәтемнен сұрақ көрейік, мүмкін тәтемнің бір хабары бар шығар. Кім бар деп ойлайсыз? Білмейсіз ба? Аға, бажалар емес. Кім деп ойлайсыз екеуінің ішінде? Енді бажалардың басқа кім бар? Білмейсіз ба жалпы кім екен? Мына ортаны ашыңыздаршы, екеуіңіз мына жерге келіңіздер, екеуіңіз мына қатарға тұрыңыздар. Ол таппайды ол. Бұны бүйтіп сұрап тұра берейін десек, уақыт Құдайдікі, тойхана бір байтық ардақты ағайындар. Ашсын ба? Ашпаңыздар, мен өзім айтамын, қазір халық сұрасын, содан кейін барып ашаса. Ашылсын ба басы? Қайтадан сұрайым, ашылсын ба? Давайте былай жасайық. Барлығымыз қосылып, ашылсын деп айқайлақшы. 1, 2, 3. Ашылсын! Ашылсын! Ал, аша кәдеше көрейік. Қанда қонақ бар екен, жібер маэстро ендеше! Ағам бар менің, Айқай шоғайда, арқа сүйе беркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар менің, алтындарда тең келмейтін ағам бар менің. Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген ілесіп саған. Мына жаққа келіңіз. Ал, біреуін көрдік. Екінші кім деп ойлаймыз? Екінші кім? Бұна кісі құлатып алмай қайтыр құрсын. Жүрек. Кім деп ойлайсыз аға? Примерно. Білмейсіз ба? Ендеше бұл кісі бетін. Ал, қол соғай, қошемет ұрайық. Бетін аша кәдеше. Жібер! Айқай шу, қолдарыңызда кезде қол соғып қошемет Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген ілесіп саған. Ізіңмен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым қорған, әй ардақты жандарым сол. Молодец. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын. Ал енді жаманның жамандығын айт, құты қашсын. Біреуі уақыт жоқ заманда уақытын тағып, ағам 60-қа толды ғой деп неше мың километрді артына тастап, Чудан, ал енді біреуі Қостанай Рудныйдан келіп тұрған қонақтарға бір қол соғып қошемет ұрыңыздар. Қош келдіңіздер аға. Алла разы болсын. Туған
туған інілеріңіз ғой, бауырларыңыз ғой, басыңыз ауырып, балтырыңыз әйтеуір жылауыңыздың күшті, сағынған екенсіз, Алла разы болсын. Ал, олай болса, осы бауырларының да қадамына Алла нұры жаусын дегізген, әкеміздің жасын жолын сіздерге берсін. Ал енді бұл кісінің көрген бейнетін емес, осы кісінің көрген рақат зейнетін сіздерге берсін. Шешпеңіз аға, шешпеңіз. Былай жасайық. Енді тойды қазір басынан бастаймыз, рұқсат болса, мынау тұрған әкешім туылған күніңізбен деген тапсырыспен арнайы алдырған. Бұл қазір 1 сағат болады, асып кетсе жарты сағат болады. Рұқсат болса бір суретке түсіп алайық ретімізбен, содан кейін әрмен қарай тойымызды жалғастырып, әдемілеп бастайтын боламыз. Ал, аға, келіңіз. Әкешім туылған күніңізбен ана жазудың алдына барыңыздар. Жазудың алдына барыңыздар. Ал, әкемізді алып, кедейлер бөлек, қайын жұрт бөлек, класстас достары бөлек, жиендер бөлек бір фотоға түсіп алыңыздар. Ал, әкемізді туылған күні құтты болсын. Жоқсың қызылдақ, бұл махаббат өзгерді. Туылған күні құтты болсын деп бір қол соғып қошемет ұрып қойсаңыздар болады. Жібер. Тамаша. Бәрекелді. Бауырымдарам, алға бастың тағыныр адам. Жақсылықтан жақсылық қажет. Рахмет. Бұлай жасайық. Бірінші аға, тәте 1 минут, келіңіздер. Қыздар қайда, келіндер қайда, балдар қайда. Бірінші ұл қыздармен түсіп алсын, немерелер. Түсіп алыңыздар фотоға. Қазір алып кетеді атауын. Алып түсіп алыңыздар фотоға. Біз. Бір-екі үш. Көйлек гүлшаны. Біреулер сыр айтады көп, біреулер мұң айтады кеп. Фотоға түсіп алыңыздар. Тездеп түсіп алайық ағайын. Тойымыздармен қарай бастаймыз. Келіңіздер. Бір-бірімізбен қарап жүректі дәртке сала береді. Аспандар әулетінің қуанышына қош келдіңіздер. Қош көрдік деп бір қосалақан соң қошемет деп қояйық. Аспандар қуаныштарыңыз құтты болсын. Бәрекелді. Не деген қошемет, не деген шапалақ, Құдай аунау шықпай жатты. Той құтты болсын баршаңызға. Бәрекелді, қош келдіңіздер арама ақтидарлы ағайын. Аса қамқор, ерекше мейірімді, рахмымыл Алла тағаланың атымен бүгінгі қуанышты тойымызды, яғни Молдабек әкеміздің 60 жас мерейтойын бастауға рұқсат етіңіздер. Той баршаңызға құтты болсын. Құтты болсын қазағым, ойна қазағым, жарқырап мәңгі. Бәрекелді, бүгін ең алғашқы рет Қазақстан Республикасы бойынша Теміртау қаласында той бастар мейрамханасында атап айтар болсақ, кедейлердің тойы өз айтылған уақытында басталып жатыр. Кедейлер бар ма? Кедейлер қайда? Сағат 6 деп шақырған тойымызды 6-дан 40 минут өткен кезде бастап жатырмыз. Дегенмен, баланы тербетпесе бесікке сын, ағайын жаман хабар есітпесін, тойға келген ағайын кешкісе де Молдабек әкеміздің шаңырағына келер бақыт ешқашанда кешікпесін деп бір қол соғып қошемет ұрып қояйын. Олай болса, ардақты ағайындар, құрметті қонақтар, қадірменді ханымдар мен мырзалар. Ал енді біріңізді көрсек, біріңізді көрген жоқпыз. Ал енді біріңізбен амандассақ, біріңізбен амандасқан жоқпыз. Дегенмен, исі мұсылман қазақтың ұрпағы болғаннан кейін, жетірудың керейттің баласы болғаннан кейін, өздеріңізбен жақсылап, мұсылманшалап, қазақшалап амандасып бастайын. Ал енді айтады ғой, амандасу адамдықтың белгісі, амандаспау сарандықтың белгісі дейді. Олай болса, ертістің арғы жағы Семей екен, жақпен тілде сөйлеткен көмей екен, ассалаумағалейкум деп айтпасам, баласы көргенсіздің демей екен. Ассалаумағалейкум ұлы халық, сәлем сөздің патшасы ұмытпалық. Алыстан алты жасар бала келсе, алпыстағы ақсақал сәлем берер тұрып бар дейді. Ендеше Молдабек әкеміздің 60 жас мерейтойына қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңыз құрымды, осындай қуаныш, осында отырған баршаңызға жұғымды болсын. Той құтты болсын.
Молдабек әкеміздің, Зоя анамыздың шаңырағында қуаныш. Енді ұлдары бастап, келіндері қоштап, алысқа ат жіберіп, жақынға қат жіберіп, жанына жақын жандардың баршасын жиып, Сарыарқаның даласында, Теміртаудай қаласында, Тойбастар мейрамханасында дүбірлеген ұлан асыр қуанышты той жасап, ақ ниет қылып сіздерге ақ дастархан жайып жатыр. Ендеше осындай мерекелі берекелі ақ дастарханды бісміллә деп ашып алсақ. Айтады ғой, сөздің басы бісміллә, бісміллә іс қылма. Құдайым міне бізге нәсіп берсін, нәсіпке берекесін қосып берсін. Асқар Таудай атамызды шақырайық, ақ тілекпен ақ дастарханды ашып берсін. Ендеше бұрынғының арты, қазіргінің қарты, кедейлердің үлкені, әулеттің үлкені, сіздердің ықыластарыңызбен мен ортаға Тайбағар ағам шақырайын. Bir қол соғып қошемет тұрайық. Тайбағар ағамыз ортаға. Аға деген інілердің қорғаны, білем мұны адал болғалы. Сабақ саған соған қарап өскенің рақыр. Ал, ассалаумағалейкум аға. Мен ата деп жүрсем, мына кісі аға екен ғой, бір қол соғып қошемет тұрып қосаңыздар болады. Дегенмен, енді осы жердегі отырған кедейлердің ішіндегі үлкені ғой деп осы кісіні жазып берді. Ал олай болса, аға той қуаныш құтты болсын. Бүгінгі тойдың бастығын ұстамаған бұйырса, келген барша қонақтарға қош келдіңіздер деп ақ дастарханды ашу өзіңізге бұйырыпты. Ал микрофонды берейін, ағаңызға деген жүрек жарды ақ тілекті ақтарып, ақ тілегіңізді айта қойыңыз. Бүгінгі осы Тойбастарға жиналған қонақтар, баршаңызды бірінші мынау келіп қалған 26 жыл жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Семьяларыңызда бақыт болсын, әрдайым қуаныш әкеле берсін әнекей. Екінші осы сіздерді Тойбастарға жинап, бәріңіздің бастарыңызды біріктіріп атқан біздің мына Молдабек ағамыз 60 жасы той мерекесін 60 жасын өткеріп беріп атқан мына келін ұлдарына рахмет. Молдеке не қыл дейміз, осы қуанышыңызға ортақтаспыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Осы Зоя екеуіңіз осы балдардың қызығын көріп жүре беріңіздер әне. Тойыңыз той қыласын. Рахмет мына балдар, келіндер сендерге. Осындай ата-енелеріңді құрметтеп, сонша ағайын көрмеген біздер көп деген анау шудан келіп отыр бір бауырымыз ерлі Нұрлан деген мына тұрағын емес бәріне себепкер осы Молдекең, осы келін балдар. Сіздерге рахмет айналайын. Сендер де өмірде осындай ертең ата-ене болып сендердің де ұл қыздарың осындай қуаныш қылып өткеріп бере берсін әне. Тойларың той қыласын Зоя. Енді ағам менен бір жас үлкен енді. Екеуміздің ортамыз бір жас, бірақ енді менің жолым үлкен. Менің әкем үлкен бұл кісінің әкесінен. Тойың той қыласын аға, өмір жасың ұзақ болсын, жасыңа жас қосылып, Зоя екеуің бір жасықта қартайыңдар. Соған тілектеспіз. Молодец. Мен қонақ болып столда отырғанда мына кісіге бір шапалақ соғатын емше, бір қол соғып қойып отырып қояйын. Рахмет. Ал, тілегіңіз қабыл болсын, мұратыңыз асыл болсын. Алла нәсіп етсе, Құдай қаласа 59-дасыз ғой. Құдай қаласа келесі жылы төрт көзіміз түгел осы кісінің 60 жасында кездесуді нәсіп етсін дейік. Ал, олай болса тілек қабыл, той төріне жайғаспасаңыз болады. Ал, ағамызға бір қол соғайық. Бала кездің өзі бізге растайды. Ал, олай болса, аға сіздер де отырмасаңыздар болады, пока ішіп жеп алыңыздар. Асқазанға сәлем жолдап отырыңыздар. Былай жасайық. Жалпы біздің Молдабек ағаммен Зоя анамды сыйлап келдім деген әр үстелден бір кісі орнынан тұрсын. Кім бар? Мен Молдабекті сыйлап келдім деп бір кісі. Бір үстелден, так, біреу жетеді. Сіз отыра беріңіз. Екінші столдан екеу, жарайды. Мына үстелден кім бар? Жиендерден кім бар? Ау. Так, ағам бар, ана жақтан көкем бар, мына үстелден тәтем бар. Мына үстелден ешкім жоқ па? Аға сіз бар ма? Енді былай жасаймыз. Осы тұрған кісілер орындарыңыздан тұра беріңіздер аға, отырмаңыздар. Отырмайсыздар сіздер. Қазір ет тартамыз, сіздер ет турайсыздар, Құдай қаласа. Жай ғана қалдыңдар жатып ал. Олай болса
бас жейтін басшы бар, жамбас жейтін жақсы бар дейді. Қазақта қаннан қараған еселап тартылатын қазақтың ұлттық тағамы, яғни ет дайын болды деп Тойбасар мейрамханасының басшылығынан хабар келді. Олай болса, арнайы істер үшін дайындаған Тойбасар мейрамханасының бас аспазының қолынан шыққан жесек тісімізге, жемесек түсімізге кіретін бүгінгі қуаныштың үлкен асы, етімізді тарту етейік, қабыл алыңыздар. Үлкен ас ет ортада. Ал жібер. Асқарыңыз дәмді болсын деп 5-10 минут үзіліс берген десе алдарыңызға балтабақты қойдық. Сол балтабаққа бармақты батырып, табақтың түбі көргенше астан алыңыздар. Ас адамның қауы 5-10 минут үзіліс. Дәмді болыңыздар. Айсапи би ансамблі арнайы істер үшін қызметте. Қол соғайық, қошемет ұрайық. Рахмет. Мен ойлағам ғой, ет жегеннен кейін кішкене настеден көтерілетін шығар. Сосын шапалақ соғат шығар деп ойлағам негізі. Аямай соғып жатқан шапалақтан алла разы болсын.
Ал, былай жасайық. Ендеше сіздердің алдарыңызға ыстық ас келген кезде біз өздеріңіздің мазаларыңызды алмайық деп бір 5-10 минут үзіліс берген болатынбыз. Жалпы атадан қалған керемет сөз бар, құрғақ қасық ауыз жыртар дейді. Ендеше бүгінгі қуанышымызды, бүгінгі тойымызды құрғатып алмайық деп тағы да топқа түсіп тұрған жайымыз бар. Ал енді сіздер алдарыңыздағы астан дәмнен алып отырыңыздар, бізге де назарларыңызды салып отырыңыздар. Сіздер қол соқ қошемет ұрсаңыздар, мен ортаға әулеттің келіні Гүлнұрды шақырайын, бір қол соғайық. Гүлнұр келінге қошемет ұрайық. Келіңіздер. Келсеңіздер, Алланың разылығы үшін. Мен Гүлнұрды ортаға шақырып жатқан себебім, мен қанша тойда жүрмін, көпке топырақ шашпаймын. Мен қанша жылда тойда жүрмін, келіннің ата енеге деген ән шырқағанын бүгін алғашқы рет көріп тұрмын Аллахтың қалауымен. Қыз бала ата анасына ән шырқағанын көргенмін. Ол бала әкесі мен шешесіне ән шырқағанын көргенмін. Келіннің ата мен енеге деп арнайы ән шырқағанын бүгін алғашқы рет көрейін деп тұрмын. Рұқсат берсеңіздер, мен кезекті бірімізге қыз болса, ал енді бірімізге келін, әулеттің келіні Гүлнұрге берейін, атасы мен енесіне арнап жақсылап бір ән шырқап берсін. Сіздерден қолдау, қошемет, шапалақпен шабыт болсын десе. Ал, кезек Гүлнұрде. Жібермай асыра кеттік ал. Қолдай, қол соғай. Қошемет тұрып отырайық. Менің төре ұлын көп көккен, махаббаты өлшенеді кеңдікпен. Енемде бар қолдап жүрер әрқашан, ақтап өтем маған сенген үміттен. Менің атам әкемдей ол жанашыр, менің атам отбасымның бағасы. Сізге қарап бой түзейміз бәріміз, асқар-таудай болыңыз шыдарашын. Менің енем енелердің дарасы, менің енем жүрек асыл жан асыл. Білмесімді сабырменен ұқтырар, менің енем сұлтандардың анасы. Бағым сенсің ақырандай ақпанның, ақылыңмен сабырыңмен мақтандым. Сен екеуміз бірге сүйіп келеміз, куәсі боп түрлі қилы шақтардың. Менің жарым бақытымның бағасы, менің жарым көзімнің ақарасы. Бар балаға мейіріммен қарайтын, менің жарым ұлдарымның панасы. Менің жарым бақытымның бағасы, менің жарым көзімнің ақарасы. Бар балаға мейіріммен қарайтын, менің жарым ұлдарымның панасы. Айқай шуғайда Гүлнұрге деген қошемет. Қол соғай, қошемет ұрайық. Менің атам ақылы кең күн нұры, менің атам асылдардың сынығы. Ортамызда аман есен жүрсеңіз, біздерге әркез керек оның жылуы. Менің атам ақылы кең күн нұры, менің атам асылдардың сынығы. Ортамызда аман есен жүрсеңіз, біздерге әркез керек оның жылуы. Ортамызда аман есен жүрсеңіз, біздерге әркез керек оның жылуы. Айқай шуларыңыз қайда? Жандарым сол. Құттықтаймыз. Жаным, рахмет. Алла разы болсын Гүлнұр. Жылап тұрып ән шырқады ғой, неге Гүлнұрге бір қол соқпайсыздар, қошемет ұрмайсыздар. Рахмет. Құтты болсын. Мына қараңыздар, тіл көзім тасқа. Мынандай ғана кішкентай атадан
кішкентай ападан осыншама ұрпақ тарап тұр, тіл көзін тасқа бір қол соғып қойып отырып қойсаңыз. Алла разы болсын. Адам мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды дейді ғой. Міне осы ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Сіздердің елге қараған беттеріңізді осы соңдарыңыздан ерген ұл қыздарыңыз, немерелеріңіз, келіндеріңіз ешқашанда жерге қаратпасын деп бір Алладан тілейік. Ал енді баршамыз назарымызды бері аударайық. Бүгінгі той кімнің тойы өзі? Молдабек ағамның 60 жасы ма? Молдабек ағамның 60 жасы. Мына гүл жоқ дегенде 3000 теңге тұрады бір үштігі. Жоқ дегенде. Мен ойлап отырмын ше, мына жерде жоқ дегенде бір 20 мыңның гүлі бар ардақтағандар. Көре алмағандар шапалақ соқпай қойыңыздар. Мен айтам, бүгінгі туылған күн Молдабек әкеміздікі ғой. Анамызға Алла разы болсын балдары. 20 мыңға гүл алған екен. Молдабек ағама қатя 500 теңгеге бір горел ала салмады ма деп жатқам ғой. Бірақ осындай сюрприз жасап беріп жатқан осы ұлдары, қыздары, келіндері ғой. Bir қол соғып қошеметірек шағайын. Құтты болсын аға, тағы да береді. Қалай, көңіліңізден шығып жатырық па? Көңіліңізден шығып жатырмыз ба? Ұлдарыңыз, қыздарыңыз әкпеп жатқан гүлдері, көре алмай тұрсыз ба ана кісінің гүл алғанын? Бәрін армайды ма? Былай жасайық. Мен енді Молдабек ағама сұрақ қояйын. Бас қосқаныңызға қанша жыл? Білмейді, даже неше жыл болған. Қанша жыл бас қосқандарыңызға? 8 жыл. 38 жыл. Bir қол соғамыз ба? Қошеметіріңізға. Міне, осы 38 жылда Аллаға мыңда бір шүкір, біздің әкеміз бен анамыздың 4 байлығы бар, 4 ұлы бар. Өздеріңіз білесіздер ғой, жалпы аттарын атап айтатын болсақ, көз ашып көрген тұңғыш ұлы Азамат, одан кейін Абзал, одан кейін Асқат, одан кейін Мейірімжан. Енді аға, өзіңізге сұрақ, тошынысын айтып отырыңыз. 38 жылдан бері бір жастықта қартайып жатсыздар ғой, Құдайға шүкір. 38 жылдан бері безнастроение, яғни көңіл күйсіз келген кезде анамыз көңіл күйіңізді көтерді ма? Ашуыңызды көтерді ма? Мына кісі сөйлей ма, сөйлей ма? Көтерді ма, көтерген жоқ па? Көтереді. Что-то не уверен болып айтты ғой, көтерді ғой жалпы. Так, яғни Азамат ұлыңызды 9 ай 10 күн тар құрсағында көтерді ма? Көтерді. Так, Абзалды 9 ай 10 күн тар құрсағында көтерді ма? Көтерді. Асқатты 9 ай 10 күн тар құрсағында көтерді ма? Көтерді. Мейіржанды 9 ай 10 күн тар құрсағында көтерді ма? Енді 60 жасы болады деп көңіл күйіңізді көтерді ма? Осыншама нәрсеңізді көтеріпті, жаным саған рахмет деп 60 жасымда деп бір 5 минут неге көтеріп тұрмасқа деп отқан. Жаңағы қанда құрсын, ағам ертең пятиэтажкың артында күтіп тұрмақ, белінен грижа шығып кетті. Той құтты болсын, бір қол соғып қошемет ұрып қойсаңыз болады, қошемет ұрып қойыңыздар. Қуаныш құтты болсын аға. Жаңағы қалжың ғой, енді сіздермен әділдеспегенде, енді кіммен әділдесеміз, тойыңыз құтты болсын, құттарға берейікші, мынау базаға апарып салып қойыңыздар, қурап қалып жүрмесін. Енді аға былай жасайық, келіңіздер, тәте келіңіздер. Енді осыншама нәрселеріңізді көтерді ғой. Мына қонақтарда алыстан келіп жатқан қонақтар бар. Білесіз, алды Рудный Қостанайдан келіп, алды Шудан келіп, арты Астанадан келіп жатқан қонақтар бар. Кім үшін келді? Сіздер үшін келді, дұрыс па? Мен үшін келген жоқ, балаларыңыз үшін келген жоқ, сіздер үшін келді. Енді екеулеп жүріп, осы келіп жатқан қонақтардың көңілін көтергіміз керек біздердің. Енді той сіздердікі, қуаныш сіздердікі. Аға, сіз мында тұрып алыңыз, мына жаққа тұрып алыңыз. Ағам танитын кісілер болса, бір қол соғып қошемет ұрып қойсаңыздар болады. Мама, сумканы бере тұрыңызшы маған. Мына сумканың ішінде біраз нәрсе бар сияқты ғой. Былай жасаймыз қазір аға. Бүйтеміз. Жаңа осы тойды болады деп расы керек, маған Мейірімжан хабарласты, Раушан хабарласты. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасын, жаманның жамандығын айт, құтқарсын. Сіздерді жақсы адамдармен жолықтырған бірінші Алла болса, екінші Мейірімжанмен, Раушан мен осы тойға шақырып отқан. Осы тойды Раушан маған айтқан болатын. Біз сағат 5-те белгіледік, 5-те қонақтар келеді. Аға, мүмкіндік болса, сен 4:30-де осында болшы деді. Мен 4:30-да алып ош келсем, мына жерде қонақтар түгіл Раушан мен Мейірімжанның өзі жоқ қой, неге? Бір екі қонақ кіріп келді. Айтып жатыр, бүгін Молдабектің 60 жасы, бірақ білмейді ол кісі білмейді. Біз Молдабектің дастарханға қойған тамақпен табағына емес, күліп жүрген қабағына келдік деді. Енді жалпы 60 деген не ол аға? 60 деген тал тұс қой. Енді 38 жыл алдын тәтемізбен бас қостыңыз ғой, Құдайға мыңда бір шүкір. Танығаныңызға 39 жыл деп алайық, сол 39 жыл бұрынғы бір сәтті еске алып, бір билеп алайықшы аға. Келіп жатқан қонақтардың бір көңілін көтерейік. Келген қонақтар тамақпен табақпен емес, күліп жүрген қабақпен қарсы алайық. Келістік па? Билейміз ба? Тәтеммен? Тәте билейміз ба? Сіздерден қошемет бар ма? Шапалақ бар ма? Жастар жағы болса айқай шу, үлкендерден қошемет. Ал, жібер маясына кеткенше, жібер! Айда!
Айқай соғайда! Жүр! Шап! Айда! Қошаметтеріңіз қайда, аспандар, көбейлер! Асыр сап билеп ойнаған көңіл көтеріп Стоп. Бұл жерде тамада, сіз емес тамада, мен танцуй түсе деп қояды ғой, бүкілін шығар деп қойды да, мен естеймін сол сесі. Келіңіз, тәте, келіңіз, молодец. Енді тәтем 60-қа шалым толды ғой деп қуанып билеп жүр. Ағам Аллаға шүкір осы 60 жасқа жеткеніме деп қуанып билеп жүр. Ол қыздарым сюрприз жасады деп. Менікі де деймін де, мен неге билеп жүрмін деяқта, мен неге қой. Мен де қуанып билеп жүрмін. Алла абырой беріп, осы тойды абыроймен атқарсам, мейірім жаннан, Раушаннан ақшалам деп қуанып билеп жүрмін. Енді сіздер ойламаңыздар, мына тамаданың кішкене болса да көргені бар ма деп. Жасы 60-қа келген адамды ортаға шығарып билетіп қойған дес. Сондай ойда отқан кісілер бар шығар. Мен бұл кісілерді ортаға билетіп жатқаным, келген ағайын туысың, дос жараңның, жиен бөлелердің алдында мазақ қылайын, немесе күлкі қылайын деген ойым болған жоқ. Қазақта сөз бар ғой, ас иесімен тәтті деген. Сіздер осылай көңілді жүрсеңіздер, келген қонақтарыңыз көңілді болады. Келген қонақтарыңыз көңілді болса, маған қошеметін аямайды, менің көңілім көтеріледі. Менің көңілім көтерілсе, бүгінгі той көңілді өтеді деген ниетпен билетіп жатырмын, ардақтағандар. Олай болса енді жалпы айтады ғой, көптілегі көл деп жатады, 40-тың бірі қыдыр деп жатады. Біріміздің болмаса, біріміздің тілегіміз міндетті түрде қабыл болып жатады аға. Аллаға мыңда бір шүкір 60 жасадыңыз ғой. Әрмен қарай біреу болмаса, біреуінің тілегі қабыл болады деген ниетпен арнайы өзіңізге ақ тілек ақтарайық, рұқсат болса. Тілек айтайық, Ал енді айтады ғой, әке тұрып ол сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без дейді. Асқар таудай әкелер, ақ жаулықты аналарымыз тұрған кезде жап-жас болып біздің көп сөйлегеніміз жарамас дегенмен үлкендерден әдемі бір ақ тілек алайық. Бүгінгі тойда ешкімнің атын айтпаймын, түрін түстемеймін. Кім қай жақтан келді, барлығы бесенеден белгілі ғой. Сондықтан да бірінші ақ тілектің кезегін айтар ойдың өзегін. Шапаның алтын болса да жаға менен жең керек, балаң патша болса да ағайын туыс бауыр ел керек дейді. Олай болса біздің Молдабек әкеміздің басы ауырып, балтыры сызағанда жанынан табылатын бауырлары бір тілмен айтқанда кедейдің ұлдарын, кедейдің қыздарын, кедейдің келіндерін, кедейдің барша күйеу балдарын ортаға шақырайды. Ал кедеймін деп келген кісілер асабаның алаңына билеп келгенше жанға жақын тек оның баласында, бұл сыйластық әкемен анасында, бөтендік жоқ әйтпесе баласында. Осағай өкпелетіп алатында, осағай қуанта салатында. Туысқандар, алыс кетіп алады суытпаңдар. Туысқандар, молодец, күшті Теміртаулықтар, Алла разы болсын. Рудныйлықтар, чулықтар неге билемей атсыздар? Теміртаудың ауасына үйрене алмай жатыр ма бойларыңыз? Bir бил. Қалғанымыз сабыр. Жандарым сол. Ішіңіздер, ішің үшін қойғамыз, ішіңіздер. Бірақ шуламайық. Ал, апамнан бастап шығарымыз ақ тілектің басын, Біз қазақ үлкенді құрметтеп, үлкенді сыйлағандықтан үлкеннен бастайық. Айта қойыңыз, апа. Құрметті жиналған қауым, бүгін менің інім Молдабектің 60-қа толған тойын тойлап жатыр екенбіз. Отбасыларың аман болсын, дендерің сау болсын. 60 жасыңа жас қосылып, бала шағаң аман болып, әрдайым тойын тойлап жүре беріңдер. Денсаулықтарың мықты болсын. Ағайын туыстарға, келіп жатқан адамдарға бәріне, келіндеріне рахмет көп. Тойын жасап беріп жатқан. Ал құрметті қонақтар, тағы бір мәрте тос келген екен, міне бәріне себепкер біздің молда екен ғой. Жаңа тамада ініміз айтып жатыр ғой, сояға 20 мыңдық гүл әкеліп, біздің 60-қа толған ағамызға дым әкемепті балдары. Әкенің жақсысы жездеде ақ болады деген. Құдайға шүкір, әке деген осы балдардың арқасы. Осыларды дүнияға келген адам кім? Зоя емес, молда екен біздің бірінші себепкер. Оның бер жағында рахмет Зояға.
сонша ұлды туып бүгінгі күні міне қуаныштың бәрін істеп отқан осы балдары 100 мәрте айтам рахмет әнекей. Аға, деніңіз сау болсын. Зоямен бірге бір жастықта қартайыңыз. Осы немере шөбере тілаузым тасқа сары бал. Рахмет Зоя сағанда. Осы ағамның кеуілғауын қарап отыр, ашуы болса басып отыр кішкентай. Енді сен ғой үлгі болатын осыларға. Жақсы, осы Зоядай болыңдар сендерізде байларым әнекей. Деніңіз сау, өмірде бақытты болыңдар. Соған тілектеспіз. Сыйлықты енді ағайындар бере береді бәріне. Қадірменді қалайық. Бүгін мынау менің бауырым Молдекеңнің 60 жас тойына келіп отқан қадамдарыңызға нұр жаусын. Мен енді өзімді таныстырып өтсем, Молдекеңнің 3-ші апасымын. Атым Майра, Рудный қаласында тұрам. Молдеке, 60 жасыңыз құтты болсын. Өмірде бақытты болып, жасыңа жас қосылып, осы бала-шағаңның қызығын көр. Сондай-ақ енді жаңа жылдың басы Зояның да туылған күні, екеуінің де сендерге сондай бір жақсы уақыт екен. Дастарханды бір жаятын, әрдайым дастархандарың бол болсын. Бақытты болыңдар, бала-шағаларыңның қызығын көріңдер. Осындай сюрприз қылып атқан мынау келіндеріңе, балдарыңа, немерелеріңе рахмет. Біздер де енді сюрприз қылып жаңа келіп қалдық әйтеуір. Рудныйдан аман-есен, әрдайым жарқын жүзбен жақсы күнде кездесе берейік. Осы сені дүниеге келтірген әкем менен анамның рухы шат болсын. Сонымен қатар енді азғантай ғана бір өзімнің көңілімнен шыққан өлеңім бар. Енді ақын емеспін, сонда да қабыл аларсың. Құтты болсын бауырым, 60 деген асқар тау. Бақытты болып өмірде жүргейсің жаным есен сау. Бауырлардың әрқашан құрметтерін білгейсін, бала менен келіннің рахатын көргейсін. Інілердің асқары сүйеніш болып тұрғайсың, қарындасқа қамқоршы, ақылшы болып жүргейсің. Жаныңда сенің Зояжан жүре берсін жарасып, немере менен шөбере мойныңа мінсін таласып. Сағыныш менен қуаныш қатар келіп жыр болған, сол жырдан сыйлық арнадым күніңе сенің туылған. 3 январ 2025 жыл. 60 жасың құтты болсын. Рахмет. Тағым бар. Бірінші тілек айтып алайық, содан кейін сый-сияпат тапсырамыз. Кім бар тағы айтатын? Ана кісі үлкен ғой, кім? Давайте сөйлеп ойнаймыз. Құрметті қонақтар, бүгін осындай шат-шадыман көңіл күйде бауырым Молдабектің туылған күніне келіп жатырмыз. Бауырым туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын. Зоямен бірге бір жастықта қартайып, бала-шағаларыңның қызығын көріп, осындай тойдан тойға аман-есен жете берейік. Ең бірінші қыздар мені күлдіріп отыр ғой. Мына бауырларым менен ағамның балдары 4 ұлы менен 4 келініне алғысым шексіз. Барлықтарыңызға осындай келін мен ұлдар жұғысты болсын. Бауырларым аман болсын. Жасасын Молдабектің 60 жасы. Молодец. Міне, нағыз тойға келген кісі. Аузынан салат пен самса ұшқанша айқайлады, бір қол соқ қошып өтіп қойғадық. Күшті тамаша. Әрмен қарай, айтыңыздар тәте. Құрметті қонақтар, баршаңызға мына кіріп келген жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Бәріміздің басты қосып отқан мына ағам Молдабек пенен жеңгем Зоя. Молдабеға 60 жасың құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Мына жеңгем екеуің бір жастықта қартайыңыздар да, немерені ертіп, шөберені шертіп, ақсамайлы әжеймен ата болып жүре беріңдер жандарым. Мына келіндерге, інілеріме, бауырларыма көп-көп рахмет. Осындай қылып, қызмет қылып, той істеп беріп жатсыңдар жандарым. Сендерді де Алла өстіп, балдарың құрметтесін. Рахмет. Келген қонақтарға да рахмет. Осы бәрін бас қосып
молдабек ағамның 60 жасына келіп жатырмыз. Жасыңызға жас қосыла берсін, құтты болсын. Ассалаумағалейкум құда жегізат. Бүгін жиналып қалған себебіміз молдабек ағам 60 жасы, қадамдарыңызға нұр жаусын. Молдабек аға 60 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жеңше сізге де тілейтінім сол, дендеріңіз сау болсын да, әрдайым сізді үйде той деп жүрейік. Сол. Кеш жарық құрметті қонақтар, міне бүгін жиналып қалған себебіміз біздің әулетте ағамның 60 жасы. Аға, кіріп келген 60 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Апа, сіздің де кіріп келген жаңа жасыңыз құтты болсын. Осы жаңа жылмен тұспа-тұс келген екеуіңіздің де мерейтойларыңыз құтты болсын. Ортамызда әрқашан ойнап күліп жүре беріңіздер. Алыс жақындағы бауырларыңыз қаумалап, жаныңызда жүре беріңіз. Бізге үлгі тұтатын қайнаға мен апсын болуларыңызға тілектемін. Сіздердің жолдарыңызды қуу біздерге Алла нәсіп етсін. Не дейміз, келіндерім, қайныларым, сіздерге Алланың нұры жаусын. Не ата-аналарыңызды сыйлап бүгін елді, халықты жинап, үлкен той беріп жатсыздар. Осы ата-анамызды сыйлаған сіздерді де сыйласын. Осы ата-анамыздың жолын берсін. Осы әулетімізде үлгілі, әдепті, әдемі, сымбатты да сипатты келін болыңыздар. Өнегелі ұрпақтарды тәрбиелеп өсіре берейік. Дейміз, барлық ағайын туыс, құда, жекжат, жора жолдас, сіздерге де қадамдарыңыз құтты болсын. Келіп қалған жаңа жылдарыңыз әр қайсыңыздың шаңырақтарыңызға шаттық, ырыс, несібе, береке алып келсін. Осы 26 жылы не тілесеңіздер, тілектеріңіз, армандарыңыз орындалып, немере сүйіп, шөбере сүйіп, кенеле беріңіздер. Барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын. Рахмет. Кеш тәте, бір қадымнақы алдашы. Сіз кім боласыз бір әулетке? Келін бол. Келінге шапалақ қарма? Мен осы кісіге риза болдым ше, молдабек аға. Бағанадан бері жән қалмай бүгінгі тойда жүгіріп кірет шығады, не істеп жүрсіз десем, қайнағам келіп қалмады ма деп ойымдап жүрмейді мына кісі. Сосын маған келіп тұр. Ей, тамада, бір музыка беріс, бір ойнайық дейді. Қазір сіздің құрметіңізге бір музыка береміз. Осы кісінің құрметіне арнап бір ойнатып алайықшы, ардақты қайнар, жаңа шала болып қалды, ойнай алмай қалды. Бір қол соғайықшы, Рудныйдан келіп тұрған келін ғой, шапалақ соғайық, ардақты қайнар. Алла разы болсын. Ал, әрмен қарай кім бар? Кел. Чудан келдіңіз ба? Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Мынау бүгінгі тойымыз құтты болсын. Көке, жеңге, мына тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болып, мына арттарыңыздан ілескен немерелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіздер. Бұйыртса енді жастарыңызға жас, бастарыңызға бас қосыла берсін. Сол үшін дендеріңіз сау болсын. Кім бар тағы? Қалғанымыз қосыламыз ба? Аға, сіз айттыңыз ба? Кеш, жас үлкен қой, осы кісі айтсын бір тілек, аға. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Мына бүгінгі жиналып жатқан себебіміз Молдекең мен Зояның 60 жасы ол деген. Молдеке 60 жасыңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін, деніңіз сау болсын. Өсіріп жатқан ұлы қыздарыңыздың тек қана қызығын көріңіздер. Барлық жақсылық тілеймін сіздерге. Мына жерде отқан барша кісілерді кіріп келген жаңа жылдармен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларға береке бірлік берсін, жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын. Аға, апа, үйде жеңгеңіз әрі апсыңыз доғай сәлем айтып жатыр. Жаңа жасы құтты болсын қайнымның, келініммен бірге бақытты болып бір жастықта қартайды нәсіп етсін деп жатыр. Болды ғой, қалғанымыз қосыламыз ғой, ренжімейміз. Бұлай жасайық, Молдабек аға, бүгінгі қуанышқа, бүгінгі сіздің 60 жас мерейтойыңызға біреулер іргелес отырып, мынау тұрған Майқұдықтан келе алмай отыр бүгінгі қуанышқа. Біреулер іргелес отырып, мынау тұрған Қарағандыдан келе алмай отыр. Біреулер мынау тұрған Шахтинск, ең ар жағы осы Теміртаудан келе алмай отқан қонақ бар шығар бүгінгі тойға.
Міне, уақыт жоқ заманда уақытын тауып, неше мың шақырымды артқа тастап, ал енді қонақтарыңыз, бауырларыңыздың бірі Чудан келсе, ал енді біреуі Рудныйдан келді деп жатырмыз. Қош келдіңіздер дегіміз келеді сіздерге. Айтады ғой, бұл өмірдің жазирасы байтағы жеңімпаздар гүл көтеріп қайтады. Адамға адам ең жақсы тілегін қадамыңа гүл бітсін деп айтады дейді. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, гүлмен бірге нұр бітсін. Қарағандыға келсеңіздер, Теміртауға келсеңіздер, Молдабек әкеміздің, Зоя анамыздың шаңырағына келсеңіздер, Алла тек қана той деп келуді нәсіп етсін дегіміз келеді ендеше. Енді қалай жасайық? Жалпы осы тойды шыны керек аға. Енді келін болса да Раушанмен ақылдастым, басқа танымаймын ешкім мына жерде ше. Осы тойды басында Раушанмен ақылдастым, жаңа сіздер жоқсыздар, мен кімге берем бірінші тосты деп. Раушан айтты, мүмкіндік болса аға кедейлерге бере беріңізші деді, аспандарға деді. Мен айттым, давайте Зоя апамның төркіндерінен бастайық деп, жоқ, кедейлер бастай берсінші деді. Мен айттым, давайте құдалардан бастайық деп, жоқ, кедейлер бастай берсін деді. Енді былай жасайық, дұрыс, өте дұрыс апа. Былай жасайық. Енді 70 қонаққа дастархан жайып той жасап жатырмыз ғой. Сол 70 қонақтың ішінде арнайы бірінші тілекті мақтап, марапаттап, алыстан келді деп өздеріңіздің аттарыңызды шығарып, бірінші тосқа алып шықтық қой. Не әкелдіңіздер тойға? Тойға не әкелдіңіздер? Маған ақша, алтын, анамлау керек емес, маған ән керек, болмаса би керек. Ал. Тойға музыкалық сәлем бар. Мен енді бұрын дайындалғаным жоқ, енді бірден осы жерден айта берейін, кешірерсіздер. Анау мынау қателігі болса, атам менен, әкем менен анамыздың ұры кішін әке туралы ой. Өмірдің көрген талай жол тарабын, әкеден кім аяйды қолда барын, әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді айтып толғанамын, ыстығы кім-кімге де әке деген, суыққа шалындырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған, балалық құштарың өзіңе арнаған, әлдилеп аялап өсірген жемісті, самал жел сая боп құшағың мен үшін, есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көгілдір көктемде көзіңнен танимын. Кешіресіздер, мен көптен бері өлең айтқан жоғым, інімнің қуанышы болып айтып жатырмын. Болмаса Құлқұдықтың атақты әншісі едім. Молодец. Қалай? Ұнады ма? Ұнаса бір қосып жүрді. Апау, мынау сізге әдемі әніңізге рахмет. Жасыңыз жетсін 100-ге. Былай жасайық, әкеміз бен анамызды алайық, бір естелікке суретке түсейік. Мен енді сіздердің құрметтеріңізге арнап, өзім бір ән шырқап берейін, қолымнан келгенше. Молдабек ағамның құрметіне арнап, ағаларым деп, бір естелікке фотоға түсіп, ортаға бір билеп алсаңыздар болады. Кел, мәке, туысқандармен. Ал билеп алыңыздар ортаға, сізге баттап тұрайық
ақыл менен тағаладың, еңбегіңді жырменен бағаладың. Жабыққанда жанымыздан табылатын, жасай берші ағаларым. Жабыққанда жанымыздан табылатын, жасай берші ағаларым. Әр сөзіңе шабыттана емделемін, көш болып жүрі жөнделемін. Ат ізім тай басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып мен келемін. Ат ізім тай басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып мен келемін. Тамаша. Биікте тау тұлға боп шалқайыңдар, інім деп мақтаныңдар марқайыңдар. Ұлықпандай мың жасай ұрпағыңмен, жеңгемен бір жастықта қартайыңдар. Ұлықпандай мың жасай ұрпағыңмен, жеңгемен бір жастықта қартайыңдар. Әр сөзіңе шабыттана емделемін, көш болып жүрі жөнделемін. Ат ізін тай басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып мен келемін. Ат ізін тай басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып мен келемін. Жасай беріңіздер келгелі. Тамаша. Әр сөзіңе шабыттана емделемін, күш болып жүрі жөнделемін. Ат ізін тай басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып мен келемін. Әр сөзіңе шабыттана мен келемін, күш болып жүрі жөнделемін. Ат ізін тай басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып мен келемін. Ат ізін тай басар деп бабам айтқан, артыңнан бауыр болып мен келемін. Тамаша. Жасай бер шау ағаларым, жасай бер шау жеңгелерім, Алла разы болсын. Менің өнерімді бағалап, ортаға өлеңіме билеп жүрген кісілерге Алланың өзі нұры даусын. Ал, Зоя апай, аға, Молдабек аға, сіздер отырып кішкене дем алып алыңыздар. 60-қа келдіңіздер ғой, сіздерді шаршатып алмайық. Ал енді менің жаныма той иелері мынандай кереметтей сыйлық әкелді. Ойын ойнат деп жатыр. Келген қонақтарға үлестіріп бер деп жатыр. Енді мына жерде қарап отырсақ, басын бөлігі бірыңғай үлкен кісілер екен. Тойдың басынан үлкен кісілерді ортаға шығарып алып, би жарыстырмайық қояйын. Бір отырған жерімізде ойын ойнайық, рұқсат болса. Барлығымыз Молдабек әкемізге 60 жас деген, яғни көгілдір экранға назарды бұрайық, назарымызды аударайық. Лет экранға назарды аударайық. Біз сол экран арқылы жұмбақ жасырамыз, ардақты ағайындар. Қандай жұмбақ? Кез келген фотоны шығарамыз, сол фотоны, яғни сурет, сол фотоның суреттің астында бір адамның есімі жасырылып жатыр. Сол есімді білетін кісілер орындарыңызда отырып айқайламайсыздар, қол көтересіздер, ортаға билеп келесіздер. Тапқан кісіге мынандай кереметтей сыйлық бер. Мынандай сыйлыққа бар бізде, беріп жібере саламайсыздар. Абайлаңыздар, айтып құрсын, басып кетіп біреудің баласын соқып кетіп, бәлеге қалмайық әке-шешесінен. Ал, назарымызды көгілдір экранға аударайық. Мына фотоның астында қандай адамның есімі бар? Аш. Мынау қандай есім? Келіңіз ортаға, билеп келіңіз, тәте. Билеп, жер. Кетіңізші. Билеп, жер. Эй, тамаша. Мына кісіні тапқан көре алмай отырсыздар ма? Шапалақ соқсаңыздар, бір қошемет ұрып жіберсеңіздер. Келіңіз, тәте, бір қадым жағы. Кім боламыз әулетке? Гүлнұрдың жеңгесі болам. Гүлнұрдың жеңгесі. Құдағи екен ғой, тем более неге шапалақ соқпайсыздар, а? Құдағиға. Так, құдағи, қандай есім жатыр ана фотоның астында? Мен бар ғой, бір жерде. Келші, бір қадым алды. Кел. Қандай есім? Шатасып қалдым, кешіресіздер деймін. Пранк деген сияқты қылды ғой, пранк деген шығып алды. Пранк деген сияқты қылды ғой. Келші апа. Келші.
Ал билік апа. Жел. Жел. Келіңіз, келіңіз. Жаным. Апамның төркіндері ма, Зоя апамның? Зоя апам төркіндеріне бір қошеметр жүріңіздер, қосоғып жүріңіздер. Так, қандай есім? Айжарық. Дұрыс емес, отырып алыңыз. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Айжарық емес. Ау, тоқтаңыз. Енді мына үстелден де шығарайық, біреу жарым ят болмасын. Так, жасы үлкен ғой, жасыл көйлектегі апам шығарайшы. Жасы үлкен апам. Келіңіз. Қыздар-ай, ал билік апа. өздеріңсіз жадырап жүріп біз қалай. Сұлу қыздар-ай, неге сұлусыздар-ай, өздеріңсіз жадырап жүрер едік біз қалай. Сені берген бізге Құдай, күнде көрген жүздерің арасынан. Стоп, келіңіз. Сіздің биіңіз осылай ма, жүрсіңіз осылай ма, жалпы түсінбедім. Кім боламыз? Класстас болу. Класстас. Бар ма класстасқа шапалақ бар ма, қошемет бар ма? Ағамның класстасы ма, апамның ба? Ағамның. Так, қандай есім? Айтуар. Айтуған, дұрыс емес. Айтуар да емес, дұрыс емес. Келші. Қазір барады. Көздеріңнен ақ қумай қараған, сары қызыл жасыл көйлегіңде. Стоп. Қандай есім? Күншығар. Күншығар емес, дұрыс емес. Келіңіз ортаға. Ал жел. Үкі күшті екен ал. Заказной алдырған үкі ау деймін. Қызыл үкі көрмеппін негізі. Қандай есім? Айкүнім. Айкүнім дейді. Айкүнім. Қол соғайық, қошемет ұрайық. Өте дұрыс, Айкүнім. Оп-оңай, осындай ешқандай қиындығы жоқ. Айкүнім деген есім бол. Давайте, келесі. Мынау қандай есім? Қандай? Ке, брат, билік келіңіз отаға, билік келіңіз. Шап! Қошемет қайда, шапалақ! Стоп, еркек билегеннен қайсы олар. Молодец, қалай билеп жатыр мына кісі? Қошемет бар ма? Құда ғой дейм, иә? Құдасыз ба? Тапсаңыз да берем, таппасаңыз да берем. Қандай есім? Жұлдыз емес. Енді біз қазақ бірінші Құдай, екінші Құда деген ұрпақ қой, иә? Құдаға берейік бір сыйлық, таппаса да. Жайға соңыз аға, жұлдыз емес, қазір табасыз. Так, келе ғой қарындас, билікке. Сазын çalın, ойнап қалың, сазын çalın. Стоп! Қандай есім? Ол болсын дейді. Ашша. Ол болсын деген есім ғой болаға. Ол болсын деген есім. Мынау сізге. Тойда тоқтай, жайға суалыз. Осындай, оп-оңай. Келесі. Мынау қандай есім? Келіңіз, билік келіңіз отаға, билік келіңіз. Барсың, сәулеме саларсың. Сен гитарист, қалмайсың мен көңіліме аларсың. Ақша табарсың, көлік аларсың, сәулеме саларсың. Сен гитарист, қалмайсың мен көңіліме аларсың. Негізі оп-оңай есім мынау ше. Қазір ой дейсіздер мына кісі айтса. Қандай есім? Жеңіс дейді. Аш. Өте дұрыс. Жеңіс деген есім. Қосылғайық, қошемет ұрайық. Әрмен қарай, келесі. Мынау қандай есім? Апа, мен барайшы апам жанына. Жасы үлкен ғой, ол кісіні келіп деп отырмай қой. Апа, отыра беріңіз. Қандай есім? Байбол. Байбол емес. Так. Қандай есім? Елубай. Бөлік білік ортаға. Ақтауда, тақиды досымды мақтауға. Стоп, Елубай дейді, ашша. Дұрыс ба? Елубай өте дұрыс. Жайға суалыз. Қиындауынан жеттер. Кеттік келесі. Мынау қандай есім? Ана братанға барам, айт тапсаң барам. Қандай есім? Білмеймін. Ау, қандай? Күншығар? Жоқ. Айтуған емес. Күншығар емес, айтуған емес. Қандай есім? Айтуар? Күн туғанда емес, айтуарда емес. Қандай?
Кім? Марс? Дұрыс емес. Айтуар емес. Білетін кісі бар ма? Оп оңай. Қандай? Толғанай. Мына кісіге бір шапалақ соғып жіберейік ше. Қойшы өте жібер. Беріп келіңіз ортаға. Жібер. Беріп кел. Стоп, кім боламыз? Мен Молдабек ағаның жиені болам. Жиен ба? Қандай есім? Толғанай. Дұрыс емес, отырып ал. Дұрыс емес. Толғанай емес. Қандай? Айсұлу? Жоқ. Таңатар да емес. Таңатар емес, Таңатар емес. Таңатар емес. Оп оңай есім негізше мынау. Кім біледі? Таңатар емес. Түн ортасы? Не деген бас, не деген би деймін да түн ортасы дейді. Қандай? Білесіз ба? Келіңіз ортаға билеп келіңіз. Жібер. Let's get loud, let's get loud. Turn the music up next to it. Come on people, let's get loud, let's get loud. Ain't nobody got. Стоп, стоп, қандай? Ай жарық. Ай жарық емес, отырып алсаңыз болады. Ай жарық емес. Қандай? Отыра берсеңші, дұрыс емес. Кім? Кім дейді? Ай мен күннің теңескені дұрыс емес. Қайықтан табасаға осындай жауаптарды қайықтан тауып отырсың. Так. Ана ар жақтағы тәтені жіберіңіздерші маған, ар жақтағы тәтені, аха. Тәтені жіберіңіздер. Бір қол соғып жіберейік тәтеге. Стоп. Әчке таққан кісілерді көрсем жақсы көрем. Жаныма жақын кісілер ғой, бір қол соғақшы ардақтағандар, ә? Так, тәте кім боламыз? Тәтенің келінімін. Тәтенің келіні. Құдалар жақ қой яғни. Иә, Зоя тәтемнің келіні. Так, қандай есім? Алтынай. Алтынай дейді, ашшы. Ашшы. Алтынай ғой. Алтынай деген есім мынау сізге тәте. Так, кет. Келесі. Мынау қандай? Басқа кісілер аз. Кім айтты? Қандай? Келіңіз апа, келіңіз ортаға. Билік келіңіз. Бер қара бұл қапқара Шымкент көшедегі шара бара бәрі кетет бізді шеттетіп как будто шөлденбей. Бер қара бұл қапқара Шымкент көшедегі шара бара бәрі. Стоп, құралай деп кім айтып жатыр? Жаңа айқайлап отыр ғой, құралай деп кім айтты? Кім? Сіз ба? Құралай деп кім айтты? Құралай емес. Рахмет. Так. Апа кім боламыз әулетке? Молдабектің класстасы. Молдабектің классасына бір қол соғайық та, қойшы 60-ға толып атқан кісілер ғой, жаным апа. Қандай есім? Марал. Қандай Марал? Ақмарал. Ақмарал дейді, ашшы. Өте дұрыс. Ақмарал деген есім. Сиқырлы сезім әкетті, әлемнен жырақтадым, көрдім де құлап қалдым. Стоп, келесі. Мынау қандай есім? Ана балкыңарды. Кесі енді, билік кесе ортаға. Тегі жалған бола береді, махаббат мұңға сала береді, қолымнан ұстап айырылмай, сүйгенім жылап қала береді. Стоп, қандай? Тамирис. Енді жастарды алсын, е? Жастар біздің болашағымыз ғой, Тамирис дейді. Өте дұрыс, ашшы. Тамирис деген есім мынау сізге. Тойдан тоқтай. Келесі. Мынау қандай есім? Қандай? Саяхат емес. Бурабай, бөле тұршы орныңнан, молодец. Тұрсай. Не деген бас, не деген ми, тұрсай, бөле тұрсай. Тұрс емес, отырып алсай. Борабай дейді ғой. Борабай деген есім жоқ қой бізде. Білетін кісі бар ма? Қандай есім? Ау, жаным жоқ, мұхитта емес, Боранбайда емес, Борабайда емес. Қандай есім? Фотодан белгілі ғой, қандай есім екен? Айқайламақшы, мен бір сеттен барайшы. Қандай есім? Теңізбай дейді. Теңізбай емес, қандай? Екеуі бір. Тағы кімде қандай вариант? Аралбай? Дұрыс емес. Аралбай емес. Саяхат? Келіңіз ортаға. Билеп келіңіз ендеше. Жібер! Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, жолғынып бір билейік, шаң шығарып. Стоп, апам төркіндері ғой, ә? Так, қандай есім? Рахат. Рахат, аш. Рахат қой. Рахат.
Көрмейсіздер ма? Жатыр ғой, рахаттанып жатыр. Кеттік, келесі. Мынау қандай есім? Ау, Қаржау дейді. Қаржау емес, Қандай? Қыстаубай емес, қандай? Орман? Не деген бас, басқа сыйлық алмаған кісілер алсын да, кім бар? Кім? Боранбай емес. Келші ортаға. Рахмет. Қандай есім? Келсеңіз сен ортаға билеп. Қана келең мейманла, отырмаңла, ойнаңла. Той болсын басқаша, ойнап sıra тоймаңла. Қана келең мейманла, отырмаңла, ойнаңла. Той болсын басқаша, ойнап sıra тоймаңла. 1, 2, 3, 4 аяқ ере деймесін. Қапызлара айтамыз, шоқ-шоқымнан күйлесін. Біреу Боранбай деп жатыр, біреу Қыстаубай деп жатыр. Нағыз дұрыс есім. Ол бізде қандай? Ақжол. Ақжол, аш. Ақжол. Өте дұрыс, Ақжол деген есім. Енді бізде сыйлық жетеді. Әлі де ойым бабаның алаңына билеп келсін деп, мен ортаға біздің Молдабек әкеміздің ыстығында да, суығында да, қайғысында да, қуанышында да, жанында жалау болып жүрген Зоядай анамыздың бір топ туыстары. Молдабек ағамыздың қайнапкелері, бажалары, және де бір тілмен айтқанда қайын жұрттары ғой. Ал, келіңіздер, Молдабек ағамыздың бажалары, қайын жұрттары, Зоя анамыздың туысқандары билеп келейік. Жібер маэстро кет. Көңілім күрсінің бекер, өстіп ақының бұл толқын төгер. Дүниенің түбіне жетпеген ешкім, ойнап күліп жүрген айтсын не жетер. Ай күл, тағы да күлші, күлің менің жанымда жадыра жүрші. Екеумізге тәңірден берілген уақыт, менің уақыттың қадірін білші. Жыла, жаным ау жыла, жылап тұрып тәңірден кешірім сұра. Өміріңе өкінбе алдың ағада, өкіністер оралмайды бәрібір сірә. Үміттің соқтандың тағда неге тоқтайды. Рахмет. Қалған бит қазір антракты билестер құдай қаласа. Келіңіздер, бір бажа бар ма? Жаным аға, Алла разы болсын, қош келдіңіздер. Ал, апамнан бастайық, Ақлектің басын. Қазыналы қартымыздан, Ақжаулықты анамыздан, осы анамыздың жасын жолын берсін деп, бірінші тілек өзіңізге. Ал, айта қойыңызға. Рахмет. Кеш жарық, мына кешке жиналған қонақтар. Бұл кештің себепшісі мынау күйеу бала Молдабектің 60 жас екен. Молдабек, туған күнің құтты болсын. Жасыңа жас қосыла берсін. Мына қайынсіңліммен бірге, бұдан бұлайғы 70, 80, 90 жастарыңды да бірге тойлап, осы бір жастықта қартайыңдар. Мына дүнияға әкелген, мына балдарың рақатын көріп атсың ғой. Енді бұдан бұлай немерелердің тойында, шөберелердің қызығын көріп жүре бер қайынсіңліммен бірге. Әрқашанда үйлеріңде той болсын. Балдарыңа рахмет. Ойбай, сюрприз дегендерді қайта-қайта істей беріңдер ғой күнде-күнде. Рахмет, балдарға, келіндерге осындай тойларды жасап беріп атқан. Олар да осы сендердің жолыңды қуып, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған үлкен ата әже бола берсін. Тойларың той қыласын. Молдеке, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Мерей тойың құтты болсын. Дейміз жаңа. Осы жасқа кеп міне қанша әулет өсіріп жатыр екенсің, ұлдарың, келіндерің, рахмет. Осындай әулет өсіріп жатқан екенсіз, келіндерің қандай рахмет. Зоя мына енді енесінің арқасы осындай келіндер тәрбиелеп жатқан. Осындай сіздерге той жасап беріп жатыр екен. Сіздерді құрметтеріңіз осындай аспанға көтеріп жатыр екен. Балдарыңызға рахмет. Өздеріңіз осындай өсіріп жатқан, тәрбиелеп жатқан балдарыңызды жаңағы не дейміз, қызығы таусылмасын, молынан болсын. Немерелерің, шөберелерің қызығын көре беріңіздер. Тойың тойға ұласа берсін. Жалпы халыққа жаңа жылдар құтты болсын.
мінекей құтты болсын той. Не Молдабек, мынау 60-ың талшысың құтты болсын. Денің сау болсын. Осы Зоя екеуің мына өсіріп жатқан ұл қыздардың, немерелердің қызығын көріп, шөбере шөпексуді Аллам нәсіп етсін. Біздің жиендер қайда екен? Жиендерім шықсыншы, мен бір рахметімді айтайын. Келіндер де шықсында, келіндер бар ма? Раушан, ұл болсын, Асқат, Аянат қайда? Сондай қуанып тұрмын осындай жиендерімнің бар екеніне. Иә, келіндеріме де рахмет, жиендеріме де рахмет енді. Жігіттің жақсы болуы нағашыдан дейді ғой. Бір осы кезде мақтанып кетіп отырмын мен да. Иә. Осылай осы ата-аналардың батасын алып атқандарың қуанып отырмын, мен де толқып отырмын өзім. Құтты болсын сендерге де жұғысты болсын. Сендеріне өсіріп отқан ұл қыздардың осылай несін көріңдер, осы қайтсын сендерге, жақсылықтарың мың есе болып Алладан қайтсын. Рахмет сендерге. Аянат қайда? Бәрін түгелдейді екен дейді, анау қайда деп. Рахмет бәріңе. Сосын жезделеріне музыкалық сәлем бар, балдыздарының Гүлмира мен Гүлжахан. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін жездемсің Молдабектің апшасы құтты болсын, дені сау болсын. Асырап жатқан ұл қыздардың қызығын көріп жүре берді. Абаймен бақытты болыңдар әрқашанда. Бәрінің дені сау болсын. Семенен бақытты тілеймін әрқашанда. Қайырлы кеш қонақтар. Молдабек, Зоя, бүгін 60 жасың құтты болсын, Молдабек. Жасыңа жас қосыла берсін. Осы Алла берген балдардың енді қызығын Зоя екеуің бірге көріңдер. Бәрі айтып жатыр ғой. Алла тіл көзден сақтасын. Келіндер бәрі қызмет етіп атасына. Алладан мың еселеп қайтады ғой. Балалардың қызықтарын көрсін. Алыстан келген қонақтар, сіздерге де осы тойлар жұғысты болсын. Жаңа жыл барлықтарыңызға жаңа табыстар алып келсін, отбасыларыңа денсаулық. Тек жақсылық болсын үйлеріңде. Молдабек, Зоя, тек жақсылық тілейміз. Айтуды ұмытып кеттім, осы біздердің әулетіміз 10 күн бұрында осындай сюрприз той болған, сіңіліміз 50-ге келіп. Осындай сюрприз тойлар көбейе берсін, көп болсын. Алыс жақыннан келген қонақтар, құдалар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. 26 жыл әр отбасыға, шаңырақтарыңа құт береке алып келсін. Дендеріңіз сау болсын, осындай тойда жүріңіздер әрқашан. Молдабек, туған күнің құтты болсын, 60 жасың мерейлі. Осы өсіріп отырған балдардың қызығын көр, немерелерден шөбересі, Зоя екеуің бір жастықта қартайыңдар. Әрқашан үйлеріне осы жиналған қауым той деп келсін. Барлықтарыңа да бақыт тілеймін, келіндер. Рахмет сендерге. Балдарға да рахмет. Барлықтарыңа да жұғысты болса, осындай үлкен тойларында кездесейік Молдабектің. Қосыламыз бәріне қосыламыз. Молдеге жүз жасаңыз. Кім бар, айтасыздар ма? Қалғаныз қосыламыз ба? Мен мына кісілерге бар ғой, өте риза болып тұрмын, аға. Қайын жұрттарыңыз ғой, өте риза болып тұрмын. Таң қалып тұрмын, тамсанып тұрмын. Неге десеңіздер, өздері тілек айтып, өздеріне өздері шапалақ ұрып тұр, кәтекеге қонақтар ұрмас. Бір қол соғып отырайық ардақтарда. Былай жасақ, енді границаның ар жағында екі балаңыз қызмет бабымен кеткен екен ғой, біреу Қытайда, біреу Россияда. Енді сол кісілердің атынан да сюрприз. Сол екі жігіттің атынан сюрприз кеп тұр. Ол кісілер жаңағыдай гүл, ана-мына беріп жүрген жоқ, арнайы нағашыларыма деп жатыр ол жігіттер.
арнайы сіздердің құрметтеріңізге Азамат пен Мейірімжан ғой, шетелде жүрген. Сол екі жігіт Қазақстанның жарық жұлдызын шақырып қойыпты. Әкемнің 60 жас мерейтойына деп. Ендеше арнайы сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Жиендеріңіздің атынан Қазақстанның жарық жұлдызы Әбдіжаппар Әлқожа келіп тұр. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қымбатты тойшыл қауым. Рахмет. Өстіп кіріп келсе, жай ғана қазір. Енді Әбдіжаппар Әлқожа ән айтпаса да, Гүлмира тәтем ән айтам деп жатыр. Бір еселкі суретке түсек, сый-сапат тапсырайық, Гүлмираның әдемі әніне ортаға билеп аласыздар. Келіңіздер. Ал, жақсылап бір фотоға түсіп Кел. Жүгіресің қалаға, жүгіресің далаға. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Уақытың жоқ анаға, уақытың жоқ балаға, риза қылып бөтенді ойламайсың апамды. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Келсің егер кешігіп, папам отыр кешіріп, сөзге құлақ салмайсың, тойдан бірақ қалмайсың. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Қамын ойлап туыстың, жайын ойлап жұмыстың, шаршамайсың жездеке. Шаршамайсың жездеке. Шаршамайсың жездеке. Рахмет. Құрметті қонақтар, және бір менің айтар сөзім бар. Шын, тағы да тосыншай. Негізінде біздің Айзаданың туылған күні бүгін, шын туылған күні. Құттықтаймыз Айзаданың туылған күнімен. Туған күнім менен адашым, маған қымбат әр тал шашыңыз. Бүгін ерекше дара күн, құшағым. Расымен де бүгін туылған күніңіз ба? Алла разы. Нешеге толып жатсыз? 63. Ана кісіден үлкенсіз ба сіз? Молодец, жас көрінеді. Бір қол соқ қошемет тұрақ. Жүз жасаңыз. Болды ма? Жаңа солыңыздар. Ал енді бір тілек алайық, содан кейін бата 1 сағат антракт берем ардақты ағайындар. Бір тілек албасақ болды. Ал олай Молдабек ағамыздың және де Зоя анамыздың қуанышына ортақтасып келіп жатқан әулеттің құдай қосқан барша құдаларын және де құдағиларын және де құдаша құда балдарын ортаға шақырайын. Ал келіңіздер, құдалар қауымы ортаға билік билейік. Жібел! Көрсемде қалайды, ажарың арайлы, әмірім жүрмеген жүрегім қалайды. Кейдесің қаттысың, кейде тым тәттісің, мен сүйген аруға сен маған бақсың. Ай, жүрегім айықсаң, сезімді бағала. Ал билік, құдалар, биліксеңіздер. Аққудан алмайсың, көңілім толама, гүл берсем алмайсың, осылай болама. Келіңіздер.
келіңіздер, бір қатар болып тұрайық, ақ тілекті ақтарайық, жақсы ниетімізді айтайық ендеше. Бір құдағи, сіздің жолдасыңыз қайда? Келсін, ол кісі келем дегенше апам бастай берсін ба? Ал енді бірінші сөздің соңғы тілек ардақты ағайындар. Осыдан кейін бата 1 сағат билетем, өздеріңіз мазаларыңыз алмай. Ал апа, өзіңізден жақсы тілек болсын, айтыңыз. Құрметті қонақтарым, не жиналып отқан себебіміз Құдамыз Молдабек 60 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Балдарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, әрдайым жүзіңізден күлкі айрылмасын. Отбасыңыз аман болсын. Әрдайым тойға келек, үйіңізге той болсын. Не деймін, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Гүлнұр, Абзал, дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Сендерде осындай 60-70 жас нәсіп етсін Алла. Тойың той қаласын. Бақытты болыңдар. Ассаламағалейкум, тойшыл қауым, құда-құдағайлар. Бәріңізді бірінші өсетен кіріп келген жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл жаман басталған жоқ, Құдайға шүкір, Құданың тойымен басталып жатыр. Өте жақсы болады деген үмітіміз бар. Келесі осы жаңа жыл 26 жыл. Молдеке, Құдағай, туған күндеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан осы бала шағаңыздың алдында күліп ойнап, дендеріңіз сау болып, осы бала шағаңыздың немерелерінің, шөмелерінің қызықтарын көріп жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Сіздің үйіңізге әрқашан тойға келейік. Әрқашан осы той болсын. Жігіттерге, қыздарға бәріне рахмет. Құдағай, құдашылар бәріңізге рахмет. Сыйлап, шақырып нетіп отқандарыңызға рахмет. Той болсын. Кеш жарық құрметті қонақтар, құда-құдағи, бүгінгі 60 жасыңыз құтты болсын, құда, деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Алтын асықтай ұлдарыңыз, сұлуда сымбатты ақылды келіндеріңіз аман болсын. Осылардан өрбіген немерелеріңіз аман болсын. Немерені ертіп, шөберені шертіп, ортасында осылардың басы болып жүре беріңіздер. Бар болыңыздар, қуатты болыңыздар, бай болыңыздар. Азамат пен Әминат бастап, Гүлнұр менен Абзал қоштап, Ұлбосын менен Асхат, Раушан мен Мекошан аяқтап, осы әйтеуір тойды жасап беріп жатыр сіздердің нелеріңізге, құрметтеріңізге. Тойларың тойға ұласын. Рахмет, сендерге Алланың нұры жаусын. Осындай ұл келін тәрбиелеп отқан сіздерге Алланың нұры жаусын. Рахмет. Тойларыңыз тойға ұласын. Ассаламалейкум, құрметті қауым. Молдабек аға, Зоя тәте, Молдабек ағаның туған күні құтты болсын, 60 жасыңыз. Жасқа жас қосыла берсін, немере шөбере сүйіңіз. Осындай кен дастарханда осылай кездесе берейік. Сәлеметсіздер ме? Ал Құда, сіздің әулетіңізде бүгін мінекей осындай той болып жатыр. Сіздің ұлдарыңыздың, келіндеріңіздің арқасында тойларыңыз құтты болсын. 100-ге келіңіз, ауырмаңыз. Балалардың ортасында жарқырап осылай бүгінгі күнде жүре беріңіздер. Ассаламағалейкум, қалайық. Тойларыңыз құтты болсын. Молдеке, 60 жасыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Осы немере шөбелеріңіз алдында ойнап күліп жүре беріңіз. Кеш жарық құрметті қонақтар, Молдабек аға, тәте, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Балаларыңызға рахмет. Өзі ата-ананың қадірін тірі кезінде, бар кезде бағала дейді ғой. Бар кездеріңізде осылай бағалап, ата-аналарыңыз көкке көтеріп жатқан балаларыңызға рахмет. Гүлнұрмен бала кезімізден бірге өсіп, бірге жүріп, бір нанды бөлісіп жегенбіз. Гүлнұрдың әкесі қайнағамыз болып келсе, анасы менің апам болып келеді. Гүлнұрдей қызды әрі сіңілім, әрі қайын сіңілім, өз әкесі жоқ болса да, әкесіндей қылып, өз қызыңыздай қылып, мәпелеп отқандарыңызға рахмет. Жүрген жерлерінде сіз екеуіңізді аузынан тастаған емес, үнемі айтып жүреді. Бір түйір ағам деп арқа сүйеп келген кезінде әйтеуір есігіміз ашық. Қашанда құтты болсын тойларыңыз. Тек сіздердің үйлеріңізге
той деп сіздердің жақсы ниеттеріңізге келейік. Рахмет. Так, сіз Гүлнұрдың жеңгесісіз ба? Әрі құрбысыз ба, подружкасыз ба, қалай? Әрі апасы, әрі құрбысы. Мен ұзатылып кетіп жатқанда Гүлнұрдың нағашы ағасы бар, Серікбай деген ағамыз қайтыс болып кеткен, бұл өмірде жоқ. Менің әкем Бетекте отырып асықпай айтып алайық та. Менің әкем просто сол кісіні алдынан кес өткен емес деп өкіл іні қылған. Содан кейін біз туған бауырдай араласамыз. Бір тілмен айтқанда бір нанды бірге бөліп жегенсіздер ма? Айтып отырмын ғой, бөліп жегенбіз деп. Енді ана кісіге кішкентай нан бермейсіз ба, өзіңіз жібергенше. Ал, олай болса, тек қана қалжың ғой. Енді сіздер ренжімеңіздер, бізді билетпеді деп. Сіздер бір суретке түсіп сый-сияпат тапсырсаңыздар, баталам сіздердің құрметтеріңізге 1 сағат музыка қойып билетеміз, ал? Келіңіз аға, құда-құдағайлармен бір естелікке фотоға түсейік. Я, келіңіздер, келіңдер. Сіздер тордарыңызға билет-билетке қашайыңыз. Ұлым бар дедім, дәл өзіңдей құдай екен менің іздеп жүргенім. Бізде бар бала, сізде бар бала, ал құдай құтты болсын ұстату жаңа. Ой құда, не қалайсың сырра, сенен жақсы құда маған табылмайды сырра. Ой құда, не қалайсың сырра, құшақтасып құда болды, құда болсаң сырра. Барайын, саптан сабайын, құйрық бауыр беріп, көз қарысып алайын. Керейін арған, көбейсін ортам, құда қиым, билет шықсын ағайын. Ой құда, не қалайсың сұрра, сені... Молдабек келіңіз. Бір суретке түсіп аласыз ба? Суретке түсіп алыңыздар ал. Фотоға түсіп алыңыздар. Ой құда. Біраз отырдық. Енді Алла деп алақан жайып, Бисмиллахир-рахманир-рахим, бірінші ақ дастарханның ақ батасын сұрайық. 1 сағат антракт берейік, билетейік, халықтың көңілін көтерейік. Батаны кімнен алам? Үлкендерге бара берейін ба? Ал, олай болса ардақты ағайындар, құрметті қонақтар, бірінші ақ дастарханның ақ батасын сұрайық. Алла деп алақан жайыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бата болды, той бітті деп кетіп қалмаңыздар. Бізде тойдың екінші бөлімі бар, екінші ыстық тағам бар, және де сый-сияпатымыз бар беретін. Ал, Алла деп алақан жайып, анау төрде тұрған ағамнан аламыз ау дейме? Ал, тұраңыздар. Беріңіз. Маған ба? Не дейміз, мынау жиналған қауым, Молдабек құрдасымның бауырлары, ағайын туысқан жекжаттары. Жоқ, мен Айта беріңіз. келген адамдар деп атамын. Құдалары, құдашалары деп айтайлы отқан ғой. Болмай қалды. Ладно. Ал енді нағыл дейміз, Молдеке, біріншіден денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. 60-тың тағы бір 60-ын жасаңыз, деніміз сау болсын, дастарханымыз кең болсын, ата береміз. Әмин. Тамаша. Ал, ендеше ардақты ағайындар, құрметті қонақтар, келіңіздер ортаға, билеңіздер, бір-бірлеріңіз сүйреңіздер, бірақ біреудің әйеліне тимеңіздер, антырақ, алтырақ. Ендеше 1 сағат ортаға көңіл көтеріп билеп алайық. Ал келіңіздер.